Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. 31 мамырдан 1 маусымға қараған түні Қырғызстанда Сапат мектептерінің басшысы Орхан Инандыны белгісіз біреулер ұрлап кетті. Оның көлігі 1 маусым таңғы сағат 4:20 шамасында үйінің маңынан табылған. Туыстарының айтуынша, көлік табылған кезде есігі ашық қалып, ішіндегі телефон және басқа да бағалы заттары ұрланбаған. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер министрлігіне Қырғызстан азаматы Орхан Инандыны жедел табуды және қосымша күштерді тартуды тапсырды. Ал Бішкек қаласының ішкі істер бөлімінің хабарламасында Орхан Инандының қайда екенін анықтау үшін барлық қажетті тергеу жұмыстары мен іздестіру шаралары жүргізілуде делінген. Сапат мектептерінің вице-президенті Раина Асакиеваның айтуынша, Орхан Инанды Қырғызстанның білім саласында 1995 жылдан бастап еңбек етіп келеді. Ол 2001 жылы Сапат мектептерінің ұйымының президенті қызметіне келген. 2012 жылдан бері Қырғызстан азаматы. Қазіргі уақытта қырғызстандықтар Бішкектегі Түркия елшілігінің алдында және Орхан Инандыны Қырғызстаннан алып кетуінен қауіптеніп, әуежайда табылсын деген ұранмен митинг жасап жатыр. Митингке белсенділер, Сапат мектебінің қызметкерлері, білім ордасы оқушыларының ата-аналары мен түлектері қатысып жатыр. Түлектер Орхан Инандыны тапқан адамға $1 миллион көлемінде сыйақы бар екенін хабарлады. Орхан Инанды ағайымызды тап берсе, аға бүтірүүчүлөрдүн атынан дагы да белгилеп эскертип атам, $1 миллион сыйлык берилет. Ошондуктан сиздерден дагы суранабыз, ким ағайымызды тап берсе, $1 миллион сыйлык берилет. Ағайымыз табылсын! 1 маусымда Қазақстанға коронавирусқа қарсы қытайлық екпенің тағы бір түрі CoronaVac вакцинасының алғашқы партиясы жеткізілді. Алғашқы партиясында вакцинаның 500 000 дозасы бар. CoronaVac екпесі Қазақстанға Қытайдан келген екінші, жалпы Қазақстандағы 4-ші вакцина. Денсаулық сақтау министрлігі алдағы уақытта барлық екпе пункттерінен CoronaVacты салдыруға болатынын хабарлады. Препарат Қытайдың Sinovac Biotech Ltd биофармацевтикалық компаниясында өндірілген. 2 дозалық вакцина 14-28 күн аралығында салынады. Оны 2 және 8:0 жоғары градус аралығында сақтайды. Соңғы мәлімет бойынша елде 2.158.000 адам коронавирусқа қарсы вакцинаның кемінде 1 дозасын алған. 1.117.000 адам 2 дозасын алған. Азаматтарға ресейлік Спутник В, қазақстандық Қазвак және қытайлық Sinopharm компаниясының Біріккен Араб Әмірліктерінде өндірілген вакцинасы егіліп жатыр. Түркістан облысында жоғалған 7 туристің 3-еуі аман-есен табылып, 2-інің мәйіті табылды. Қалған 2-ін іздестіру жұмыстары жалғасуда. 1 маусым күні Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Өгем өзенінің бойынан жоғалған туристердің біріне тиесілі сөмкені тапты. Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары табылған сөмкені полиция қызметкерлеріне табыстады. Қазіргі уақытта жоғалған 2 туристі іздеу жұмыстары жалғастырылды. Тауда жоғалып кеткен туристерді іздестіруге көмекке Өзбекстан төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары тартылды. Олар Өзбекстан жағынан Өгем өзенінің арнасын бойлап, Чарбак су қоймасына құятын жерге дейін шекара аумағын тексеруде. Әлі күнге дейін табылмаған 2 турист Түркістан облысының тумасы Қуаныш Тоқтасын және Атырау облысының тұрғыны Нұрдәулет Наурызбай. Қазақстандық боксшы қыздар Дубайда өткен Азия 2021 чемпионатында 8 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль жеңіп алды. Бұл чемпионатта топтық қорытындысы бойынша Қазақстан 1-ші орын иеленді. 12 ел қатысқан сайыста үздік бестікке Қазақстан, Өзбекстан, Моңғолия, Үндістан және Ираннан келген боксшылар енді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев боксшы қыздарды жеңісімен құттықтап, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына керемет сыйлық жасағанын атап өтті. Аула Балқыбекова, Назым Қызайбай, Дина Жоламан, Рима Волосенко, Милана Сафронова, Валентина Хальзова, Фариза Шолтай және Ләззат Күнгейбаева өз салмақтарында Азия чемпионы атанды. Ал Владислава Кухта мен Марина Вальнова күміс және қола медальға ие болды. Қазақстан бокс федерациясының президенті Кеңес Рақышев Азия чемпионатынан жүлделі оралған спортшыларды қаржылай сыйлық күтіп тұрғанын хабарлады. Алтын медаль иелеріне $10 000, күміс медаль үшін $5 000, ал қола медальға $2,5 мың табысталады. Латвия елінің астанасы Рига қаласында өткен 2021 жылғы хоккейден әлем чемпионатының топтық кезеңін Қазақстан құрамасы 5-ші орынмен аяқтады. Ұлттық құраманың плей-офф кезеңіне өту үшін бір ғана жеңіс жетпеді. Хоккейден 2021 жылғы әлем чемпионаты 21 мамыр мен 6 маусым аралығында өтеді. Бұл халықаралық хоккей федерациясының 84-ші турнирі. Турнирде 16 құрама 2 топқа бөлініп өзара бақ сынасады. Қазақстан хоккей құрамасы топтық кезеңде 4-1 елді жеңіп, қазақстандықтарға қуаныш сыйлады. Дегенмен топтық кезеңдегі шешуші ойында Норвегия құрамасына есе жіберіп, топтан шыға алмай қалды.
5 маусым күні турнирдің жартылай финалы, ал 6 маусым күні финалдық ойындары өтті. Жартылай финалға Қазақстан мен топтық кезеңде бақ сынасқан 4 құрама жолдама алды. Олар ақш, Канада, Финляндия және Германия. Қазақстан ұлттық құрамасы топтық кезеңде Германия мен Финляндиядан басым түскен болса, тиісінше қалған 2 құрамаға есе жіберді. Апта легі осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Сау болыңыздар.